Бәріне сәлем, сіздермен бүгін Ирис. Бізде бүгін бір күндік влог болады. Бізге қонаққа шақырып жатыр. Яғни тураймызға жаңадан көршілер келіпті. Солар бізді қонаққа шақырып жатыр. Қазір бірге дайындалып, солардың үйіне баратын боламыз. Міне мен осындай шалбар киіп алдым бүгін. Үстіме осындай костюм киетін боламын. Өйткені бізде кешке қарай өте салқын болып жатыр. Қазір мен боянып, шашымды жасап келетін боламын. Содан соң бірге кететін боламыз. Міне мен уже боянып осындай прическа жасап алдым. Маған бүгінгі прическам өте қатты ұнады. Прям сүйкімді болып тұр. Біз көршілерімізге осындай тәттілер алып алайын деп жатырмыз сыйлық ретінде. Енді кеттік. Сәлеметсіз бе? Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Сәлем, қалайсың? Сәлем, қалайсыздар? Мынау сыйлық сізге. Сыйлығыңызға рахмет, мынау сізге. Қалайсыздар? Қалай келіп алдыңыздар біздің қалаға? Қаламыз ұнап жатыр ма? Қашан келдіңіздер? Қалаларыңыз өте керемет екен. Келгенімізге 1,5 айдай болды. Содан соң үйімізге жақсылап ремонт жасап, міне сіздерді енді қонаққа шақырып жатырмыз. Қалаларыңыз өте керемет, жайлы екен. Достар, мен бүгін подругамның үйінде қонайын деп жатырмын. Өйткені біз жақынырақ танысып алғымыз келіп тұр. Және де бүгін біз ночевка жасайтын боламыз подругамен бірге. Бір қызық факт. Подругам екеуміз бір университетте оқитын болады екенбіз. Және де екеуміз де бір мамандық таңдап тұр екенбіз. Бұл өте керемет болды. Мен қазір осылай киімімді ауыстырып алдым. Және де арғарата қазір подругамен әңгіме айтып, чипсы жеп отырамыз. Мен қазір подругамның комнатасына келдім. Оның комнатасы прям әдемі екен. Просто шикарно. Pinterest бөлме вообще күшті екен. Мына бөлмеде отырып қалай Pinterest'ке оралып болмайсың. Біз подругам екеуміз киімімізді ауыстырып алдық. Ал енді бірге әңгіме айтып, солай отыратын боламыз. Бізде қазір сағат түнгі 1-ден асып жатыр, бірақ біздің қарнымыз ашты, сондықтан қазір бірге рамен дайындап жейтін боламыз. Раменнан кейін тәтті бір коктейль ішкіміз келді, бірақ барлық кафешкалар жабық болғандықтан ештеңе заказ бере алмадық. Но хорошо, что біз жаңа алып келген коктейль бар екен, ал енді бірге әңгіме айтып отыратын боламыз. Біздің уже ұйқымыз келіп кетті, подругам уже ұйықтап қалды. Мен бір өзім қорқатын болғандықтан подругамның осындай қонақ бөлмесінде ұйықтайтын боламын. Бізге қайырлы таң, всем спокойной ночи. Бәріне қайырлы таң, достар. Біз жаңа ғана ұйқыдан тұрдық. Подругамның мамасы үйінде жоқ екен. Сондықтан қазір подругам екеуміз шай ішетін боламыз. Ал мен қазір мына жерде жуынайын деп жатырмын. Ал подругам болса төменде бізге таңғы ас дайындап жатыр. Мен мына жерде шомылып келіп жатсам, подругам төменде күштілетіп тұрып таңғы ас дайындап жатыр екен. Мына жерге осындай пицца қойыпты, осындай сэндвич жасапты сырмен, еще менің любимый клубничный вареньемді қойыпты, сүт дайындапты, шай дайындапты. Қазір енді бірге керемет шай ішіп аламыз. Мен уже үйге қайтып кеттім. Үйге келіп киімдерімді ауыстырып, көзімнің астына патчи жабыстырып алдым. Достар, сендерге бірдеңе айта кетейін. Біз универ басталарынан 2 күн алдын кетуіміз керек. Сол кететінен 1 күн алдын мен подругамды үйге шақырғым келіп тұр. Яғни ертеңгі күннен менде обязательно влог болады. Влогты күтіңіздер. Осымен менің осы бүгінгі влогым аяқталды. Егер влог ұнаса лайк басып, коммент жазып, подписка етуді ұмытпаңыздар. Ал енді всем бай-бай.